Мен де бизнесіме осы YouTube арқылы клиент тартқым келеді, қосымша табыс тапқым келеді деген сұрақтар өте көп келеді, қалай жасасам болады деп. Ол кезде бизнестің басқа проблемалары бар да, шын мәнісінде бизнесте ол бірінші барлығын өз жасайды. Екіншісі командасы аз, яғни командасында біреумен кеттім басқа жұмысқа деп біреу қымбатырақ ақша, көбірек ақша берсе, қымбатырақ айлық төлесе, соған кетіп қалып өзі қайттан барлығын одан бетер көп өзі жасайтынға тура келіп қалады. И өзі де командасына көп жұмыс істегенмен ақша табыс аз. Сол кезде бұның шешімі нақты әр адамның жасайтын регламенттерін жазу дұрыс, тапсырма беру, тапсырыс беру, өзінің жұмысында қағазға түсіру. Яғни ол бизнесмен ретінде стратегиялық компанияның дамуы немесе инвесторлармен жолығудың орнына ол өзінің бизнесінде өзі определенный бір жұмысты атқарушы болып жасайды. Ал оны біреуге тапсырайын десе, ешкімге сенбейді, өзімен басқа ешкім істей алмайды деп ойып қалыптасқан, и өзі сияқты универсал адам іздеп сөйтіп жүре береді. Бұның несі регламент жазу шешімі және KPI қою, дұрыс KPI, чтобы сенің қол астында кез келген адам әдемі, бақытты, армандаған өмірін сүретіндей деңгейге жеткізу. Каналға тіркеліп қойыңыздар, ол үшін бизнестің дамуы туралы құпияларын айтып отыратын боламын.